Келесі 3D иконкаларды қалай жасау керектігі жайлы болады сабағымыз. Кеттік. Пиксартты басамыз. Пиксарттан плюс батырмасын басып, қайтадан рисункиға кіреміз. Выбрать холст. 1024-те 1024-ті таңдаймыз. Далені басамыз. Мына жерде слойды ашып қараймыз. Үстінде тұру керек. Бұл енді кішкене күрделірек. Алдағы сабағымыз қарапайым иконка болды. Қазір 3D иконка, сондықтан кішкене күрделірек. Сондықтан мұқият болыңыздар. Бұл жерде біз ақ фон және де пустой фонға, осы пустой фонға шеңберді өзіміз сызамыз. Мінекей шеңбер, және де оны біз міндетті түрде залить етеміз. Залить. Сөйтіп, мен мынаны тура шеңбер сияқты сыздым. Енді бұл шеңберді біз ағартуымыз керек. Ақ фон, окей. Болды. Бұл шеңбер қазір көрінбейді. Енді слойды ашамыз. Слойды ашып, мына жерден тағы новый слой жасаймыз. Пустой слой. Көрдіңіздер, оны бізде ақ болып қалды осылай. Кеңес тапсырма. Біз мына шеңберді үстіге көтереміз. Ортаңғы шеңбер назарымызда тұрады. Сол ортаңғы шеңберге енді біз шеңбердің астынан көлеңке салуымыз керек. Көлеңке салу үшін істейміз. Қайтадан поискке кіреміз. Кешіріңіздер, поиск кіріп галереяға. Мына галерея сурет қойын галереяны. Стикерді басамыз. Стикерден мына Google әлем дедім ғой, бұл да Pixar'тың ішіндегі. Круглый тень деп жазамыз. Круглый тень. Круглая тень ғой, негізі өзі дұрыстап береді ол кейде. Енді қараймыз. Бір көлеңке. Екінші көлеңке. Бірақ маған олар ұнамай жатыр. Үшінші көлеңке. Төртінші көлеңке. Маған төртінші көлеңке ұнады. Таңдаймыз. Жүргіземіз. Қараңыздар. Байқап отырсыздар ғой, көлеңке пайда болып жатыр. Осылай тартып-тартып-тартамыз. Мә, саған деп жатқан шығарсыздар, иә. Былай кішкене шетіне жылыстырып, былай тартуға болады. Қараңыздар. Мә, саған деп жатқан шығарсыздар, иә, мынаны қара деп. Осылай. 3D шеңбер бізде пайда болады. Пайда болды уже. Келесі этап тағы да слой қосамыз. Әр операцияға слой қосып отыру керек. Пустой слой қостық. Назарымыз сонда. Енді сіздің, қалай айтсам, сіздің жаңағы лентаңыз белгілі бір түс деп есептейді. Түспен келе жатыр деп есептейді. Мысалға, жарайды, Instagram жауып тастаппын. Мысалға, сіздің лентаңыз көбінесе жасыл түстен құралған. Сондықтан сізге иконка ақ емес, жасыл болған жақсы. Ол үшін не болмаса сіз мына жерден кисточканы басып, қазір көрсетейін стрелкамен. Кисточканы басып, мына жерде заливкаларды таңдайсыз. Міне заливкалар толып тұр ғой. Мынандай бар, мынандай бар. Мына жақта да бар, мінекей. Мынандай размазка бар, мінекей. Міне. Соны кез келген таңдайсыз. Мен мысалы размазканы таңдайын. Установить. Жаңа слойға естеріңізде болсын. Қазір қателесіп көрдім. Жаңа слойға түсін өзгертеміз. Жасыл. Ашық жасыл алайын. Мінекей пайда болып жатыр, көрдіңіз ғой, иә? Енді оны біз дұрыстап жасауымыз керек қой. Жақсы қалап. Мінекей. Енді келесі этап стикер, иконка қою. Енді оны тағы да галереяға кіреміз. Стикерді басамыз. Поискке керек нәрсені жазамыз. Мысалға, не жазсақ болады? Сердцені басайықшы, дайын тұр. Сердцені басып, бір осыны алайық. Иә, осыны алайық. Моя семья деген сияқты келеді, сердце қойған. Білмеймін ғой енді. Например, аласалым. Сердцені қойдық. Біз енді 3D деп манадан бері айтып жатырмыз ғой. Қателік. Қараңыздар. Енді мен қателігіммен бөлшек дейін ұмытып кеттім. Қараңыздар. Мынау иконка мына фонға қойылған. Әр операцияда жаңа слой ашып отыру керек. Сондықтан осындай сіздерде де болады, ұмытып кетіп жатсаңыздар, қорықпаңыздар. Назатты бір рет басыңыздар. Содан кейін қайтадан жаңа басыңыздар. Пустой слой. Ештеңе етпейді, қайтадан галереяға кіріп, жаңағы стикер. Поискін басасаңыздар автоматически шығады. Сердце. Кішірейтіп. Енді
иконканы да 3Dға келтіру керек. Ол үшін бұны біз қайтадан копировать етеміз. Копировать ету үшін так, қайда кетті? Мінекей, копировать ету үшін мына 3 нүктені басамыз. Копия. 2 жүрек салынды. Енді мыналарды өшіреміз. Мынаны бәрін өшіреміз. Өшіру үшін мына көздерді басамыз. Өшірдік. Бізде бір ғана түстің түсі. Қайтадан бір слой қосамыз. Оны біз палитра арқылы түсін қап-қара қыламыз. Окейді басамыз осы. Қап-қара қылдық. Енді қараңыздар. Мына жерде оп деп тұр палитраның жанында. Соны басамыз. Умножение. Түсіндіңіздер ме? Қарайда. Мына екеуін біріктіреміз. Ол үшін мына жерден слияние дегенді басамыз. Слияние. Болды, бірікті. Жүректерді қайтадан ашамыз. Мынаның барлығын. Аштық. Енді бұл қара енді көлеңке ғой, логически ойлап тұрсаңыздар. Оны біз жүректің астына түсіреміз. Сосын оны жылжыту үшін тағы 3 нүктені басамыз. Преобразовать. Жылжытамыз. Осылай. Әртүрлі болады енді жылжыту. Былай жылжытатындар. Былай жақтан шығып жатыр, көлеңке, мына жақтан шығып тұрса, былай болады. Былай болады. Мен осылай жөн көрдім. Болды. Бұл бізде 3D тағы кішкене жылжытқым келеді. Осылай әдемі. Сонада. Жоқ. Осылай әдемі. Бұл бізде 3D иконка. Галочканы басамыз. Енді далее басамыз. Сохранить и поделиться. Сохранить фото на устройство. Готово. Кет қайтадан Инстаграмға кірейік. Бізде новыйға басайық. Суреттерді таңдайық, кез келген. Далее басайық. Редактировать обложку. Редактировать обложку. На галереяны басамыз. И кішкене кішірейтсек те болады. Көлеңкесін не болмаса тура былай өзін алсақ та болады. Но желательно көлеңкесін көрсеткен жақсы. Далее. Көрдіңіз, көлеңке 3D сияқты расымен әдемі. Готово. Моя семья, например. Не болмаса свадьбой. Маған кішкене фото-видеоға свадьбой келеді ғой. Бірақ мен жасыл фон емес. Нормально. Көрдіңіздер ғой. Осылай қоя бересіздер.